Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгінгі видео өте ерекше видео болады. Себебі пайдалы видео түсіресіздер. Бізге комментарий жазып кетті, қалай бицепс шығаруға болады деген видео түсіретін боламыз. Сіздерге бөлісетін боламыз. Өте пайдалы видео болады. Өйткені біз көп нәрсе ойландық. Миымызда өте көп нәрсе бар. Ондай болса видеомызды бастаймыз. Бұл турникпен кез келген ұстайтын былай тұратын. Және кез келген жағдайға байланысты деп айтсаң кішкене өтірік болып кетеді. Себебі видео жасай алмайсыздар. Бұл стрит воркаут, яғни көшеге арналған. Ондай болса видеомызды бастаймыз. Бастайық па? Бастайық па? Айтсайшы. Кеттік. Достар, мен сендерге қазір қалай бицепске турникта жаттығу жасауға болатыны туралы айтатын боламын және көрсететін боламын. Ондай болса қараңыздар. Сен камераны алып қойып жүресің. Иә. Турник жасаған кезде қараңыздар. Турник ұстадыңыздар ғой да. Сосын арқаларыңыз осылай түсірсіздер, тартыласыздар. Арқаларыңыз турникта тұрған кезде осындай болу керек. Қараңыздар, осылай тартылған кезде осылай тартыласыздар ғой. Арқаларыңыз көрдіңіздер ме? Бұлай емес, бұлай тартылсаңыз онда сіз бицепске емес арқаға жаттығуды жасап жібересіз және арқаңыздың бұлшықеттері қимылдайтын болады. Ал егер бұлай жасайтын болсаңыз, таза сіздің қолыңызға, яғни бицепске күш түседі, соның әсерінен сіздің бицепсіңіз қараңыздар. Прикол. Осылай жасайсыздар, сонан соң дәл осылай. Келесі екінші жаттығу ол брусияда жасайды, екінші турник болмаса, брусия болса, онда басшайсыздар. Аяқтарыңызды былай қоясыздар. Сосын бұл жердегі ең пайдалы нәрсе сіздердің бұл кезде сіздердің пресстеріңізге және де бицепске екеуін бірден жаттығу жасайсыздар, сол кезде бицепстеріңіз өсетін болады. Сосын турниктен көрсетпейтін ба бірден? Кеттік. Үшінші бұл кезде бұл каннибалдыққа, яғни ол кезде тағы да жақындатасыздар. Сосын не болды? Жақындатасыздар. Жақындатасыздар. Содан кейін қайттан угол жасайсыздар, яғни 90 градус аяқ. Содан кейін осылай тартатын боласыздар. Ол бірінші уровені мынандай болады. Бұл кезде тіпті аяққа да күш түсетін болады. Сосын екінші уровені, ол кезде аяқтарыңызды бүйтесіздер. Толық шықпады менде. Ол кезде тура аяқтарыңызды бүйтіп тұру керек. Сосын үстіге тартуларыңыз керек. Осылай жасасаңыздар, сіздердің, яғни турникке тартуларыңыздың жоғарғы дәрежеде екенін, және де денеңіздің физикалық деңгейі жоғары екенін дәл білесіздер. Және де соны білесіздер. Сондай екен. Басқа не бар? Достар, сонымен мен келесі сіздерге өте пайдалы жаттығулардың бірін көрсетемін. Ол жаттығуды біз жасаған кезде негізінен бицепстің сыртқы бұлшықеттері қимылдайтын болады. Яғни біз осындай турникқа тартыламыз. Параллель болады да бір-біріне? Бір-біріне параллель турникқа тартыламыз. Сол кезде біздің бицепсіміздің сыртқы бұлшықеттері қимылдайды. Қараңыздар. Осылай тұрасыздар. Тура жаңағы мен айтқаным, арқамызды осылай ұстаймыз. Содан соң тартыламыз. Ол кезде бицепстің сыртқы бұлшықеттерін қараңыздар, қалай қимылдап жатқанын. Әнекей, осылай қимылдайды. Соның әсерінен сіз былай жасаған кезде бицепстің үстіңгі жағы өте жақсы көрінетін болады. Және тағы да айта кететін жағдай, сіз турникқа мысалы бицепске жаттығу жасайсыз ғой. Сол кезде сіз соңына дейін былай түсіп кетіп, соған соң қайтадан көтеріп былай жасасаңыз, сіздің бицепсіңіз қалайды. Кішкене босаңсып, жаттығуыңыз қатты пайдасы болмай қалады. Содан соң сіз жасаған кезде соңына дейін түспей, және бицепсіңіз әрқашан қатаю, қалай айтады, әрқашан бос болады да? Бос болмау керек. Әрқашан да қатты. Әрқашан да қатты болу керек. Ондай болса, осымен болды ғой деймін да, или бар? Может, тағы басқа көрейік. Тағы ойланып көреміз. Бұлай жасап отырмыз, ол кезде сіздердің шет жақтағы бицепстерің шығады, яғни бұлай жасаңыз. Сосын
бицепсті жасаған кезде, жаттығу жасаған кезде сіздер әртүрлі қылып жасаңыздар. Біз оны алдыңғы видеоларда айтып кеткен болатынбыз, бірақ ол кезде қай жерден қозғалатынын айтқан жоқпыз. Міне біріншіден сіздер кәдімгі жай жасаған кезде ол бицепстің бүкіл жағына қарай кететін болады, бүкіл бицепстің бөлігі. Ал міне былай. Біріншіден. Сосын келесі екіншісі, ол кезде сіздер қолдарыңызды кішкене ашық жасайсыздар. Ол кезде сіздердің мына жағы қозғалатын болады. Арғы жағын, бері жағы, иә. Сосын келесі қолдарыңызды былай қосасыздар. Сол кезде сіздердің шет жағыңыз істейді. Шет жағы қозғалады. Сол жаққа көп күш түседі. Содан кейін тағы да бір осыдан кейін сіздерге бір кеңес айтып кетейік. Бұны Рамазан сен де жасайсың ғой деймін ба? Қайсы? Жасаған кезде бицепсте қарап отыратын бар ғой. Қозғалып жатыр ма деп. Сіздер де солай істеңіздер. Жасап жатқан кезде бицепс қозғалып жатыр ма, сосын сезініңіздер, сол кезде бицепстерің жақсы шығады. Стопқа. Соңына би. Билеу керек. О! Жет! Жай жүгіріңіз пақпақсыз. Достар, осы видеомыз аяқталды. Сіздерге барша көрсеткен қызықты болды деген ойдамыз. Және кешіріңіздер, біз тағы да жазған болатын бізге қараңғыда түсірмеңдерші деп. Жоқ, енді кішкене жарық болып тұр, соны пайдаланып. Вот міне. Біз просто мен емес. Короче, кеш шықтық, содан соң осындай уақытта түсіруге тура келді. Бірақ сіздерге түсіріп отырмыз, ұнады деген ойдамыз. Егер де сіздер біздің каналға бірінші рет келіп отырсаңыз, немесе осы видео сіздерге қатты ұнаса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, және де біздің каналға тіркеліп қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыз. Короче, достар, сендерге қалай айтамыз, осы жылдың соңына дейін өзіміздің мақсатымызды бір айтып кетейік. Осы жылдың соңына дейін бізде 10 мың подписчик. Достар, короче, біз осы жылдың соңына дейін 10 мың подписчик жинауға тырысатын боламыз, және сендерге сенеміз. Өздерінің достарына және де танитын адамдарына осы біздің каналда реклама жасап айтыңдар, біз сендерге сенеміз, және біз қарап отырмыз. Олай тегін үміттеміз сендерге. Бар ғой, аналитикада, WhatsApp-тан жібереді, сол сияқты. Бүкілінен жіберіңіздер, көрсіңіздер. Содан соң біз тағы да нені видеоны уақытын, содан соң ойлап жүргенді видеоны 3 күн сайын салып отыру. 3 күн өткен соң видео саласың. 3 күн өтеді видео саласың, 3 күн өтеді видео саласың, 3 күн өтеді видео саласың. Бір апта болмай ма не? Өйткені YouTube бір апта уақыт созып жүресің ғой. Сол кезде ол анда главный бар ғой, кіресің ғой, интересный сол жерден шықпайды сен видео. А если сен каждый раз уақытымен 3 күн сайын салып отырсаң, ол все уже интересно кіріп отырады. Если просмотр нормально жинаса. Кәдімгідей челлендж жоқ қой, егіп айтайын. Новый челлендж біз үшін, сендер үшін де челлендж, достарың айтыңдар. Шынын айтсам, мен енуда қаншама подписчик жинапсам, ондай болса видеомызды аяқтаймыз. Жұмысты тоқтатпаймыз. 10 мың подписчикті ұмытпаңыздар. 3500 неше? 3520 ғой. Әлі 6500 керек. 3520 подписчик, ол тек қана басының ең басы. Бізге 10 мыңға жетсек, онда бізге үлкен прогресс болады, сіздерге де прогресс болады. Видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.